Сәлем достар, ұлттық тағам тарының талқанынан жент дайындаймыз. Каналға кірсеңіздер, қолөнерлер, кез келген мерекеге арналған декорларды таба аласыздар. Бізге талқан, бөлме температурасындағы сары май, қант, мейіз керек. Керек заттардың құрамын описанияға қалдырамын. Ең алдымен талқан мен сары майды ұнтақ болғанша бір тегіс етіп араластырамыз. Осылай біркелкі араласқаннан соң қантты қосамыз. Қантты өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Одан соң мейіз қосамыз. Мейіз қосу міндетті емес, мейіз немесе орех қоссаңыздар, женттің дәмін ерекше етеді және әдемі болады. Және де мен формасын дұрыс ұстау үшін бір ас қасық сгущенка қостым. Барлығын біркелкі етіп араластырып, қолмен домалақтап формасын келтіреміз. Кекстің формаларын қолдансаңыздар болады, немесе мен сияқты стаканмен формасын шығарсаңыздар болады. Немесе осылай контейнерге салып қоюға да болады. Ендігі кезекте ұлттық тағам тарыдан майсөк жасаймыз. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.